Ассалаумағалейкум жайнаған ел, қуанышы қазанда қайнаған ел. Құдайы қонаққа да шапан жауып, жетегіне бар атты байлаған ел. Армысыздар, бармысыздар. Бірін айтта бірін айт, ең бастысы Марат әкеміздің, Сәлима анамыздың махаббаты тәтті болсын дейтіндердің шапалағы қатты болсын деп жалғастырайық ағайын. Ортаға бүгін ән айтып, би билеп жарысып, бүгінгі тойымыз әдебі алсамыз. Бақат мұдыр қойы, той құтты болсын ағайын. Келін қыламыз, ақылдысы қой, жаным сол жаным. Тайым, күшігім, өй Гүлдана, анам қармайсың ба? Түсті ма? Апа, емізсеңізші Марат ағаны, емізіңіз. Түсті ма? Достар, мәңгі жасасын деп бір шамала соғып жіберейік. Жанымнан менің жырақтамашы, ұнап қаласың. Қолыңды сошы жүрегім, тағдырға неге сырақтарасың. Сөйтсе үшінші әжеміз ашып келген болған көрінді. Орнынан тұрып айтады дейді, ай қыздар, сендердің шалдардың ерунда. Кезінде мына менің шалым бір күнде бүткіл совхоздың қойын жеп қойған деп айтады дейді. Мама, как настроение? Керемет. Керемет бір шапалақ соғыңыз екеуіне. Асау айғыр босанып кетті ағайын. Дуғол шапалақ соғып жіберейік. Приготовились. Раз. Бірінші бәкекен, екінші балдыз. Үшінші балдыз. Үш. Енді жетіге дейін санайық. Бірінші кім келеді екен? Осы автокөліктің хозяйкілерін алып келесіздер. Хозяйкілерін ортаға көтеріп алып келген болады. Аға өзіңізде Құдай өз жар болсын, көресіз. Бірінші балдыз келді. Тез. Аға красавчик. Красавчик аға. Молодец. Ең көрінді қонақтар, ең көрінді жігіттер, ең мықты қыздар, қай үстінде отыр? Раз, два, три, поехали! Өздеріңіз көріп тұрғандай, өтпетейін, тәте, өтпетейін. Ең әдемі аруымыз, осы кеште қандай көйлекпен келген, әп-әдемі көйлегімен, тамаша прическасымен келген, ол кім деп ойлайсыз? Тәте? Өтпетейін, тәте, өтпетейін, құрсын өтпетейін. Лайымыз ба ғой? Давайте, аға, баяғы кезде еске алып, аға. Ей, аға, бай! Мектеп кезінде қалай қызық еді, аға. Көрейікші, мен айтамай тұрмын, просто мектеппен де сағынып жүрмін. Ал класстастар, музыка, маэстро. Ал класстастар қайда? Осы той төрінде отқан, лабабойдың ар жағынан қарап отқан осы екеуіне бір шапалақ соғып қояйықшы. Тәте, мынау сізге, жағым сол. Аға, мынау сізге. Рахмет. Ой, апа, сіз келем деген шай су қалып қойды ғой. Рахмет, отыра беріңіз, апа. Шапалақ соғып қояйық, апа, шапалақ соғып қояйық. Сөз деген жетеді. Пакешка. Сұрақ, математика жайында бір сұрақ болсын. Мұғалімнің білімін тексеріп көрейік. Мен ағылшын мұғалім. Ау? Мен ағылшын тілді мұғаліммін. Ағылшын жауында математика жайында болсын. Мен қазір қандай цифрды ойлап тұрмын? 9. Дұрыс! Неге шапалақ соқпаймыз? Есіміңіз және кім болып келесіз? Танысайықшы. Алмагүл, коллега. Сіз настроение жоқ, кредит жапқан беріңіз, что-то коллегаға бір шапалақ соғып жіберейікші, что-то настроение көтеріп. Бұл кісі молодец, бұл кісі айтып отыр, просто мен естімей байқамай кетіп қалатын жағынан. Сіздің есіміңіз және кім болып келесіз? Жібек келіні. Қандай, Жібек келінге бір шапалақ соғайықшы, Жібек келінге. Павлодар, достар, шапалақ соғайық. Моя землячка, я тоже из Шымкента. Келіңіз. Ендеше достар, назарларыңызды ортаға аударыңыздар. Папа, қарамаңыз. Стоп.
Сіздің соңғы жағыңыздан кім келіп тұр деп ойлайсыз? Ат жақтан ба? Кім келіп тұр деп ойлайсыз? Ұлым шығар енді ғалымжан. Әрине, ұлыңыз осында бірақ официант келіп тұр ғой, официант. Тұрыңыз. Және тамада біреуге нағанша, біреуге намағанша, маған бір кішкентай шапалақ жетеді ағайын. Рахмет. Осылай тойды жүргізіп, еңбектерінің жемісін жеп, осылай тойды той-тойға ұласып жүре бердіңдер. Рахмет.